Сәлем достар, бүгін біз бесіктің ерекше белбауын тігетін боламыз. Осындай стильде бізге екі мата қажет болады. Біреуі ақ түсте болса, біреуі негізгі түсіміз және де бауымыз. Негізі ені 15-17 сантиметрде болатын, ал ұзындығын біз бесіктің өзінің матрасына байланысты өлшеп аламыз. Міне матрасты айналдыра отыра өлшейміз, сол бізде ұзындығы болады. Әр бесікте әртүрлі, және де белбауымыздың бауы осылайша өлшеп алған дұрыс болады. Нағыз неше керек екенін білеміз. Міне мен осындай қылып алдым. Енін осындай өлшемдермен екеуін астыңғы материалды алып қоямыз. Негізгі үстіңгі жағына осы екеуін алып үш бөліктерге бөлеміз. Оларды араластырып қоямыз, әрқайсысын бір-бірімен ақ және де күлгін түсті қылып. Оларды екі-екіден әрқайсысын бір-біріне біріктіріп тігіп аламыз. Бірінші, міне дәл осылай. Болғаннан кейін оларды өздеріне тағы да біріктіре отырып тігеміз. Міне осындай болуы керек. Сосын олардың шеттерін ақырын түзеп қиямыз, қисық жерлерін. Және де мен оларды 5-7 сантиметрге бөлдім көлденеңнен. Сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға қарайсыздар. Солай әртүрлі өлшемдер болғанда әдемірек көрінеді. Қиып болғаннан кейін біз тағы да түзеу жерлерін түзетіп қарап аламыз да, осылай шахматты ретпен орналастырамыз. Және де екіден бөліп тағы да бір-біріне тіге бастаймыз. Бірінші тартып қарап аламыз, қалай болып тұрғанын, өлшемдері сәйкес келе ме бір-біріне дегендей. Және де оларды тігіп болғаннан кейін біз оны екіге бөлеміз. Міне осындай нәтиже болады. Жан-жағына өлшем қанша керек болу үшін біз астыңғы материалымызбен бірге өлшеп аламыз. Себебі біз жаңа бір-біріне тіккен кезде біздің матамыз азайып қалады. Сондықтан да жан-жағына қосуымыз міндетті. Оны сол астыңғы матамызбен қалынша болды, соншамен өлшеп аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей оларды орналастырамыз да, бір-біріне тігіп, артық жерлердің барлығын қиып, дұрыстап аламыз. Болғаннан кейін астыңғы матамызды да алып, белбауымыздың қарап дұрыстап аламыз да, енді негізгі бауымызды қоятын жерімізді қарап, осылайша үшбұрыштылып қиып аламыз. Міне, дәл видеодағыдай бауды салған кезде ол өте ыңғайлы болады. Және де астыңғы маталарымызға дублерин матасын желімдеген дұрыс болады. Себебі белбауымыз сол кезде өзінің пішінін жақсы ұстап тұрады. Бұны жасау міндетті емес, бірақ та жасаған дұрыс болушы еді. Тағы да бір рет үтікпен өтіп жабыстырып шығамыз, жақсылап дублеринімізді. Болғаннан кейін артық материалдардың барлығын қиямыз. Енді бір-біріне біріктіріп тігу үшін оң жағына бауымызды салып аламыз. Бірінші оны инемен бекітіп қоямыз. Үстіне теріс қарата отырып, бағанаға құрағымызды жалғаймыз. Міне осы жерлерінің барлығын тігіп шығамыз да, мына жерлерін тікпейміз, ашық қалдырамыз. Тіккен кезде баудың тұрған жерінен үстінен бірнеше рет өтуіміз керек. Бауымыз жақсырақ өзі ұстап тұру үшін, жыртылып кетпес үшін. Міне осындай болды бізде. Енді мына жағына, ашық жағына біз тағы да басқа бау салуымыз керек. Оны осы негізгі матадан саламыз. Косой бейка ретінде оны өздеріңіздің ұзындықтарыңызға байланысты болады. Артық алсаңыздар да ештеңе кетпейді. Осылай екі жағынан бүктеміз. Оны бүктеп отырып, осылай үтіктеп шығамыз үстінен. Бір мата қойып үтіктеген жақсы болады. Өйткені велюр деген үтікке онша не істемейді, жабысып қалуы да мүмкін. Міне осындай болу керек нәтижесі. Осыны екіге бүктеп, екі шет жағынан тігіп шығамыз. Осындай нәтиже болды. Енді екінші жағынан тігеміз. Міне осындай бау болып шықты. Оны біз аламыз да екіге бөліп аламыз. Екі белбауымызға міне. Және де соны осылай қойып, шеттерінің барлығын бір-біріне
қайыра отыра инемен бекітіп шығамыз әрқайсысын. Міне осылай. Ішіне қарай қайыра отыра бір-біріне біріктіріп инемен бекітіп қоямыз. Инемен барлығын бекітіп, әрбір жерін дұрыстап алғаннан кейін ғана барып, біз оның үстінен машинамен бір жүріп шығатын боламыз. Міне, осы жерлердің барлығымен ақырын жүріп өтеміз. Ары қарай тоқтамай, барлық белбауды айналдыра тігіп шығатын боламыз. Сол кезде пішінін жақсы ұстап тұратын болады. Және де бауымыздың шетін тігу үшін зигзаг тігіспен осылай тігіп тастауға да болады, немесе оны бір қандай да бір кособейкамен жалғап тігіп тастауға да болады, шет жағын бекітіп. Міне осындай бізде белбау пайда болды. Ол балапанның ішінде, аяғында жылы ұстауға көмектеседі. Неше түрлі фантазиямен жасауға болады, сіздердің өздеріңіздің креативті идеяларыңызға байланысты. Келесі видеода біз бесігіміздің чехолын жасайтын боламыз. Сіздермен болған Айсұлу. Менің каналыма жазылыңыздар, және инстаграм парақшам Айсұлу Жоламанова. Ол жерде де өте қызықты ақпараттар бар.